это сейчас не у вас и передатка докладчику нужно. Так, сядем. Зерделі, зеренді. Зерделі. Украина? Зерделі? Хатшы біреу бола ма алдын? Или экологтар өздері болсын? Девочка? Хатшы. Секретарь? Да, секретарь. Ну, ауылдан ешкім жоқ па? Шығам деп? Кенжебай? Кенжеге? Хатшы боласыз ба? Сіз профессиональный хатшысы ғой. Сұрадым жаңа. Басына керек па?
Сейчас я отвечу. Алло. Да, саламатсыз ба? Вот, начинаю настраивать сейчас Zoom. Сейчас регистрируют. Регистрируют сейчас. Да. Угу. Где-то около 30, 25-30. 25 где-то 30 человек. Скажите, пожалуйста, нас слышно, видно? У нас немного с перебоями работает связь, если что, мы можем зависать. Департамент технологий бар ма? Zoom. Демонстрацию экрана тоже видно, да? Можно, да? Бастай берейік онда. Сәлеметсіз бе? Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіз. Ауылдық округ әкімі Исламбеков Жасқайрат Жақсыбайұлы. Қазақстан Республикасының табиғатты қорғау заңнамасына сәйкес Алтынтау Көкшетау акционерлік қоғам Ақмола облысы Зеренді ауданында Алтынтау Көкшетау акционерлік қоғам одан әрі дамыту шеңберінде жоспарланған қызметтің ықтимал әсерлері туралы есеп жобасы бойынша ашық жиналыстар нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. Ақпарат зерделі газетінде және Көкше ТВ телеарнасында хабарландыру арқылы жұртшылыққа жеткізілді. Хабарландыру тақтасында сондай-ақ Ақмола облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының интернет ресурстарында жарияланды. Қоғамдық тыңдаулар жергілікті атқарушы органдар өкілдерінен мүдделі жұртшылықтың қатысуымен өткізіледі. Тыңдаулар ашық деп жариялаймын. Сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 22-ші тармағына сәйкес залда аудио-видео жазба жүргізіледі. Қоғамдық тыңдауларды өткізу кезінде мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың ескертулер мен ұсыныстары нақты темаға және ескертулер ұсыныстар мәнін көрсетпейтін немесе қоғамдық тыңдаулармен мәніне анық қатысы жоқ тыңдаулардың барлық қатысушыларының жай көпшілік дауысымен дауыс беру нәтижелері бойынша есептелмейді. Тыңдау барысында және чат цензуралық емес сөздер айтуға, қорлауға жол берілмейді. Күн тәртібін айтуға рұқсат етіңіздер. Бірінші, қоғамдық тыңдаулардың қатысысын таңдау 2 минут. Баяндамашылардың сөз сөйлеу
10-15 минут. Үшінші, сұрақ жауап сессиясы 5-10 минут әр сұраққа. Төртінші, қоғамдық тыңдау, қорытындылау 5 минут. Так, мынау тәртібі үшін қол көтеруіңізді сұраймын. Тәртіп бойынша енді жұмыс істейміз қазір. Баяндама регламенті 10-15 минут. Толықтыру регламенті 5 минут. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін хатшыны таңдау қажет. Хатшы ретінде ауылдың өкілдерінен ұсыныс бола ма? Кім шығады? Жоқ, немесе міне мынау кісі бізде Оразалинова Раушан деген кісі хатшы ретінде қабылдайсыз ба? Сіз өзіңізді таныстырып кетіңіз. Экология жағынан мен Жоқ, проектировщиктер. Дауыс беруіңізді сұраймын. Кім жақтайды? Так. Онда Оразалин Раушан сіз. Баяндаманы Махамбетов Берік Сапаршы оқиды. Қайырлы күн, құрметті Дөңгелағаш ауылының тұрғындары. Есімім Махамбетов Берік болады. Астана қаласынан келіп тұрмын. Қазтехпроект Берік компаниясының өкілі боламын. Осы Алтынтау Көкшетау кәсіпорнына қарасты Васильковский кен орнын қазындау бойынша жоспардың негізгі жоспарлаушысы болып табыламын. Біз енді техникалық жағын біздің компания жасады, экология жағын мына Раушан ханымның компаниясы жасады. Сол себепті маған техникалық сұрақтар бойынша сұрақ қоятын боласыздар, экологиялық сұрақтар бойынша Раушан ханым. Енді мен қысқаша ғана сіздерге айтып түсіндірейін. Өздеріңіз білесіздер, Алтынтау Көкшетау кәсіпорнына қарасты Васильковский кен орны ашық әдіспен өндіріледі. Өздеріңіз білесіздер, мінекей карьер, екі атылауымыз бар. Баланстан тыс кендерді сақтайтын қоймамыз бар. Яғни склад за балансын. Одан басқа байыту фабрикамыздың мекемелері бар. Одан басқа біз байыту фабрикасының қалдықтарын сақтайтын қоймамыз бар. Одан басқа бізде тотыққан кендерді кезінде шаю әдісімен өндірген кездегі біздің қоймамыз бар. Яғни участок текущего вычисления, УКВ деген объект бар, нысан. Біздің негізгі жобамыз кезең-кезеңмен өтіп, 2026 жылға дейін біз карьерді 540 тереңдікке дейін жұмыс істейтін боламыз. Яғни 26 жылдың 2-ші тоқсанына дейін. Бізге ол жоба бойынша барлық разрешениялар бар. Үкіметтік орындардан біз сонымен 2026 жылдың 2-ші тоқсанына дейін жұмыс істейміз. Содан кейін келесі кезеңге өтеміз. Біз карьерді солтүстік бағытта және шығыс бағытта ашамыз және тереңдетеміз. Тереңдігі қазіргі негізгі жоба бойынша 540 болса, біз болашақта бұны 660 метрге дейін тереңдететін боламыз. Яғни бұл бөлек жобамен. Екінші атқарылатын жұмыстар, мына жерде баланстан тыс кендер бар, яғни склад за балансы выруды. Бұл жерде 48 миллионнан аста бізде за балансы выруды бар, яғни баланстан тыс. Біз оны баланста қоямыз да, соның құрамындағы минералдарды байыту фабрикасы арқылы шығаратын боламыз. Бұл екінші кезең. Одан басқа тағы да бір кезең, мына жерде тотыққан кендерді шаю әдісімен өндірген кезіндегі қалдықтарды байыту фабрикасына тасып, осының құрамындағы минералдарды шығаратын боламыз. Және де тағы бір кезең, мына жерде
қалдықтар бар, яғни байыту фабрикасынан осы жерге төгілген қалдықтар, пластый сорбцы дейді. Осы жерден алынған мына біздің мына объекті мен мына объектілегі кендер бізде қатты тау жыныстары болса, мына жерде сұйық су қосылған, яғни құрамында су бар. Соны құбыр арқылы байыту фабрикасына беріп, оның құрамындағы минералдарды шығаратын боламыз. Біздің жобамыздың негізгі бағыты осындай. Негізгі цифраларды, негізгі мәліметтерді сіздер жобаның барысында танысуларыңызға болады. Негізі карьерді біз кеңейтеміз 26-33 жылдар аралығында. Баланстан тыс кендер, яғни забалансовый кендерді біз 26-дан 33 жылдар аралығында, участок кучного вычелачивания УКВ, яғни толтыққан кендерді шайу әдісімен алған біздің қалдықтарды біз 2026-2029 жылдар аралығында іске қосатын боламыз. Және де сорбца дейміз, сорбцадан қалдықтарды біз 26-38 жылдар аралығында іске қосатын боламыз. Яғни осы жоба арқылы біз Васильковский кен орнының жұмысын 38 жылға дейін 39 жылға дейін созуға ниеттеніп отырмыз. Жобаның негізгі мақсаты осындай. Қысқаша айтқанда жоба осындай. Ары қарай енді сөзіңізді қосқанға соңында уже сұрақтар пайда болсын. Сәлеметсіздер, құрметті Дөңгелек ағаш ауылының тұрғындары. Менің аты жөнім Розалина Раушан. Мен сіздерге бірінші рет келіп тұрған жоқпын. Мен уже білесіздер. Біз кешіріңіз. Recording in progress. Жазылы. Интернет нестабильный, сосын дұрыс істемей жатыр кішкене. Экология жағынан біз одан әрі даму аясындағы жоспарланған қызметтің ықтимал әсерлері туралы есеп жобасын жасап шықтық. Қазір осы жоба комитет экологического регулирования министерствода сараптамада жатыр. Компания туралы жалпы ақпарат айта кетсек, Васильковская алтын кеніші Қазақстан мен ТМД елдерінің қорлар бойы ірі кен орындарының бірі болып табылады. Кен орны 1963 жылы ашылып, тау-кен жұмыстары 1979 жылы басталған. Негізгі қызмет түрі Васильков кен орындағы алтын құрамы кендерді өндіру және өңдеу. Осы жерде айта кетейін, Алтын Көкшетау акционерлік қоғамында қолданылатын заманауи технологиялардың бірі ол карьерді игеру үшін үжді модельдеуді қолдану. Кенді карьер борттарын алтын өндіру фабрикасына дейін тасымалдау кезінде жабық таспалы конвейерлерді пайдалану. Реафлекс су гельді жарылғыш заттарды қолданылады. Осы жарылғыш заттар басқа жарылғыш заттарға қарағанда улы газдарды шығаруын аз шығарады. Осымен қатар экологиялық жағынан қауіпсіз болып табылады. Өндірістік сумен қамтудың жалпы көлемін 80%-ның құрайтын айнымалы сумен жабдықтау жүйесін қолданылып, бұл су ресурстарын тұтынушы бойынша азайтуға мүмкіндік береді. Және де карьерлік техниканың заманауи паркін және тау-кен көлік кешенін басқару жүйелерін қолданылады. Құрамында цианид бар қалдық пульпаларды реагенттермен толық залалсыздандырады. Осы жаңа айтып кеткен мәліметтер Алтын Көкшетау акционерлік қоғамының қолданылатын заманауи технологиялардың бірі болып табылады. Келесі жаңа осы жерде сіздерге уже бәрін айтып шықты, я? Не надо останавливаться на вот этом, да? Вы же рассказали, да, берег, да, все.
Мен осы жерде атмосфераға әсері туралы айтып кетейін. Алтын-Тау Көкшетау акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының экологиялық кодексі бойынша бірінші санатқа жатады. Акционерлік қоғамның өндірістік қызметін инвентаризациялау нәтижесінде атмосфераға зиянды заттар шығындыларының 104 ұйымдастырылған және 164 ұйымдастырылмаған көздер арқылы шығаратыны анықталынды. Объектте шаңды басу және шаңды тұндыру жүйелері қолданылады. Олардың бірі гидрошаң басу, HX410 шаңды басу жүйелері, CN15, BU512 типті батареялар, Дональдсон фильтері және басқалары. Шығарындыларда ластаушы заттардың 58 атауы бар. Зиянды заттардың жалпы шығарылуы осы кестеде көріп тұрсыздар. 1200 тоннадан бастап 1417 тоннаға дейін ауқып тұрады. Әр жыл сайын, в каждый года разные цифры, да? 25 жылы 1200 тонна болса, ең үлкені 27 жылы 1449 тонна болып табылады. Өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс жасау. Жоспарланған қызметті жүзеге асыру барысында 97 түрлі қалдықтар пайда болады. Оның ішінде кәсіпорында көмуге жататын өндіріс қалдықтардың 5 түрі бар. Олардың ішінде бостау жыныстар, ол ашыматау жыныстар, баланстан тыс кен, флотация қалдықтары, сорбциялық қалдықтар және аспирациялық шаң. Ашыматау жыныстары шығыс үйіндісі, батыс үйіндісі және солтүстік үйіндісінде орналастырылады. Баланстан тыс кендер, ашыматау жыныстар, бізде 2 қойма бар. Баланстан тыс кен қоймасы және номер 2 баланстан тыс қоймасы болады. Флотациялық қалдықтар, флотация қалдық сақтау қоймасында орналастырылады. Сорбциялық қалдықтар, сорбция қалдық қоймасында. Және аспирациялық шаң шығыс үйіндісінде көмуге жатады. Кәсіпорынның өндірістік қызметінде 92 түрлі тұтыну қалдықтар пайда болады. Олардың жалпы көлемі жылына 45.790 тонна болады. Қайта өңдеуге жататын қалдықтар лицензиясы бар сыртқы ұйымдарға қалдықтарды қалпына келтіру немесе жою бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін тапсырылады. Басқа қалдықтар лицензиялары бар кәсіпорындарға беріледі. Қалдықтарды басқару бағдарламасын жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспары. Ашыматау жыныстарды екінші деңгейлі материалдық ресурстар ретінде қайта пайдаланады. Жолдарға, қоршау бөгеттеріне осы ашыматау жыныстар пайдаланылады. Кәсіпорынның өз қызметінде қалдықтарды қайта өңдеу, оның ішінде бұрғылау шламын 100% өндіруге тарту, аспирациялық жүйелі шламын 100% өндіруге тарту және 85,9% аспирациялық шламды өндіруге тарту. Баланстан тыс кендерді алтын өндіру фабрикасында қайта өңдеу, ағаш қалдықтарын сату, реагенттік контейнерлерден басқа, сорбциялық қалдықтарды алтын өндіру фабрикасында қайта өңдеу, қалдықтарды қайта өңдеу, қалпына келтіру немесе көму үшін мамандырылған ұйымдарға тапсыру, картон, қағаз, пластик, шыны, тамақ қалдықтарын сұрыптау. То есть раздельный сбор. Компанияның экологиялық қызметі. Компанияда қоршаған ортаны қорғау қызметі жұмыс атқарады. Оның келесі міндеттері мен функциялар бар. Экологиялық заңнаманың сақтауын бақылау, өндірістік экологиялық бақылауды жүзеге асыру, ресурстарды ұтымды пайдалануды және қоршаған ортаға әсерді барынша азайтуды ескерте отырып, жұмыстарды ұйымдастыру, барлық нормативтік рұқсат құжаттамасын болуын бақылау және қамтамасыз ету, экологиялық білім беру, ағарту процесін ұйымдастыру, және де қоршаған ортаны қорғау қызметі 90 сайын зерделі газетінде экологиялық бақылау бойынша есеп жариялайды. Қазіргі уақытта компания Қонысбай ауылының бойында орман алқабын отырғызу жұмыстарын жүргізілуде. Жоспар бойынша орман алқабының ұзындығы
1000 метр болады, еңі 50 метр болады. Қазіргі уақытта 628 ағаш отырғызылған. Көгалдандырудың жалпы ауданы 9000 шаршы метр болады. 9000 километров. Ой, квадратных метров. Карьерде радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жұмыстарының жүргізілуі. Радиациямен қандай жұмыстар жүргізілетіні. Карьерде жұмыс жүргізу барысында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің келесі кезеңдерді қамтиды. Бұрғылап жару жұмыстарына дейін және кейін карьер блоктарына дозиметриялық бақылау жүргізу. Тасымалдау алдында аршыма тау жұмыстар мен кендерге дозиметриялық бақылау жүргізу. Батыс үйіндісінің арнайы учаскесінде жинақталған эквивалентті доза қуатын артық мәні бар тау массасына дозиметриялық бақылау жүргізу. Су ағыту учаскесінде дозиметриялық бақылау жүргізу. Карьер қызметкерлері үшін 90 сайын жеке дозиметриялық бақылау жүргізу. Арнайы киім мен тау-кен техникасына дозиметриялық бақылау жүргізу. Ал енді осы жобалардың экономикалық әсерін айта кетейін. Жұмыс орындарын құру, қазақстандық өндірушілерден материалдар, қызметтер сатып алу есебінен экономиканың өсуі, тұрақты салық түсімдері, шетелдік инвестициялар. Ал енді компанияның әлеуметтік жауапкершілігіне келетін болсақ, олардың бірі жергілікті тұрғындарды қолдау, аймақтың инфрақұрылымын қолдау, мектеп, жолдар, медицина. Контрактының әрекет ету мерзімі бойы компания әлеуметтік экономикалық даму үшін 30 миллион теңге мөлшерінде жыл сайынғы аударымдар жасайды. Бұл қаражат жергілікті атқарушы органдар бюджетіне бағытталады. Қызметкерлерді оқыту және даярлау бағдарламалары, жас мамандарды қолдау және кәсіби бағдар беру, аймақтық білім беру мекемелерімен ынтымақтастық, қызметкерлердің біліктілігін арттыру. Ал енді қорытындыға келетін болсақ, жобаны жүзеге асырудың негізгі нәтижелері мен артықшылықтары. Экологиялық тұрақтылық, қоршаған ортаға әсерді азайту үшін қолжетімді ең жақсы заманауи әдістерін енгізу, инновациялық технологиялар, өндірістің тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыру үшін үжді модельдеу мен қауіпсіз жарылғыш заттарды қолдану, экономикалық тиімділік, тұрақты салық түсімдері мен жұмыс орындарын құру, жергілікті экономиканы дамыту, әлеуметтік жауапкершілік, әлеуметтік бағдарламалар арқылы жергілікті тұрғындарды қолдау және бюджетке аударымдар жасау, ұзақ мерзімді көзқарас. Жаңағыдай берік айтып кеткендей, 2039 жылға дейін кәсіпорынның тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін тиімді қалдықтарды басқару жүйелерін қолдану. Алтынтау Көкшетау акционерлік қоғамы әлеуметтік жауапкершілік принциптеріне адал болып қалады. Қазақстан Республикасының заң талаптарына толық сәйкес жұмыс істейді және Ақмола облысының әлеуметтік экономикалық дамуы қоршаған орта мен тұрғындар үшін пайда әкелуге бағытталған қызметтерін жүзеге асырады. Алтынтау Көкшетау акционерлік қоғамы әрдайым ашық әрі мазмұнды диалогқа дайын. Кері байланыс үшін байланыс деректері қолжетімді. Қажет болған жағдайда біз ресми кездесулерге, қоғамдық тыңдаулар мен консультацияларға талқылауға ашықпыз. Осы жерде бүкіл контактный телефондар көрсетіліп тұр, электронный почта жазылсаңыз болады. Ал менде бұл все. Баяндауға қатысты сұрақтарыңыз болса, қазір мен сізге можно Есім Ержігіт. Мектепте 50 жыл болды, 75 бітіргенмін. Сұрақ мынандай, экология немене айтасың? Природа не бар, табиғат. Экология немене? Ол да табиғат па? Экология ол байланыс Природа сияқты. адам мен Природа. кәсіпорын Иә. мен адамдар. Тағы бір сұрақ. Сіз экологсыз, иә? Ол қандай міндет атқарасыз? Эколог қандай? Мен қызым
биолог, сабақ береді, биология, зоология несі. Сен қандай атқарасың? Должность. Неге мынау баяндамаға қатысты Жоқ, мен сол айтып отырмын, мен біз білмей тұрмын. Мен зоология, биология, экология естіп, жаңа естіп жатырмын, примерно. Осы кәсіпорындардың жұмысын оларға осындай жобаларды жасаймыз. Менің жұмысым если сіздерді біз бүкіл шығарындарды Бәк тексерістер, не ана мынау. Тексерістер қайда уы бар, не жоқ сөз. тексеріс жоқ. Я жоқ па? Сол Кісілер бар. органдар атқарады. Менің есімім Бауыржан Борат, Алтынтау Көкшетау компаниясы. Деді. Сосын айтайын. Сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Бұл экологиялық жобалау мәселесі қазіргі таңда заң бойынша жасалып жатқан мәселе. Бұл кісілер біздің проектировщик, мынау экология проектісін жасаған. Бұл бізді заң бойынша бізді халық үшін осындай сұрақтар бар болса, егер де осы не үшін істеп жатқан болса, бұл заң бойыншаға регламент. Сол себепті сіздерге мынау Доңғылағаш, Қонысбай, Васильковка ауылдарының арасында сізге мәлімет беріп отыр. Бұл кісі әзірлеуші, бұл проектті жасаған адам болып саналады. Если анау, если атомный бомба жарылса, осы кісі бар ғой. Мен противогаз бер. Пример, бір айтайын. Атомный бомбаның Сол доктор неме бәрі бірдей ғой. Жоқ, радиация бар ғой бәрі. Жоқ, тоқтаңыз. Жоқ, бар ғой, радиация бар ғой. Жасырма. Жоқ, сіздің сұрағыңыз сұрақ қойын. Былай сұрақ жауап ретінде сөйлесейік. Сіз жаңа экология не және бұл не үшін жасап жатқан сізге сұрақ қойдыңыз. Сол сұрағыңызға мен сізге жауап беріп жатырмын. Келесі сұрақтар бар ма? Бар. Ал жердің астына тастар шығып жатыр. Не шығарып жатыр? Тас, камень, үйіліп тұр мына жақта. Ол тастар шибелдеріп жолға да асфальтқа салып жатыр. ол туралы айтты ғой мынау кісілер жаңа Жоқ, там несі бар ма деп, радиация қанша, норма, не норма? Жоқ, радиационный контроль. Да, вот радиационный контроль. Енді сұрағыңызға жауап берейін. Да. Радиационный контроль бізде... Бар ма жоқ соны білгім келіп тұр. Енді мен сұрағыңызға жауап берейін, аға, мен өзім жауап берейін сұрағыңызға. Радиационный контроль компанияда бұл ежегодно радиационный контроль Казатомпром компаниясы Казатомэксперт компаниясы жобалаушылар, олар жыл сайын бізде радиационный контроль жасап отырады. Және де бізде өзіміздің службамыз бар, радиационный контроль. Қазіргі таңда Алтынтау компаниясында радиация бұл пределы допустимой нормы. Жоқ. Мен соны білгім келіп тұр ғой. Жоқ. Сіздің сұрақ қойдыңыз, мен сізге енді айтып отырмын. Егер де керек, қажет болса, оның мысалы қорытындыларымен сіздер мысалы, біз мысалы ол мәліметтерді сіздерге де беріп, мысалы электронный почта берсеңіздер, сізге электронный почта арқылы жіберіп, оның барлығын өзіңіз көруіңізге болады. Мен соны білгім келіп тұр. Соны жердің тастар шығып жатыр. Үйіліп тұр, дамбал үйіп жатыр. Драмит асфальт салып жатыр. Баяғыда үстіріп уақытта келіп тексеретін. Мынау асфальт үй салуға болмайды, радиация бар деп айтатын. Соны білгім келіп тұр мен. Рахмат. Жақсы. Келесі сұрақтарыңыз бар ма? Қазақша, орысша сұрақтарыңыз бар болса қоя беріңіздер. Сіз атыңыз жөніңізді айтып. Малымыз бар, неміз бар. Екі пасахалиша салдыңыздар ғой. Дәрісі екі дамба тұр ғой. Бізге одан зияны бар ғой, малымызға да бар. Жанында шөп өседі, малымыз бағылады. Бұл жерде өзі пульпамен тосын рентгенда нелер, бұл жағында отдельно не бар ғой. Пасахалиша. Бүкіл несіміз. Сол жағынан барын нетеді ғой. Сол жағынан бізде зияны бар ма, жоқ па? Зияны болып тұр ғой бізге бұлайда. Жел болғанда бізге иісі келеді. Қала жақтан осы біледі. Міне дәл ауылымыздың бұрышта тұр ол бізде. Қасаны егін себеді, егінге зияны жоқ бұның. Бәрінде де. Ол егін біз нанымыз ғой, сол ертең алады олар, ол соны бәрі араласады бәрі. Енді сұрағыңызға жауап берейін. Хвостохранилищенің маңайында пашня жоқ. Ол бірінші ол жерде тек қана пастбище бар. Сіз жаңа егін себіп жатсыз дегенсе, мен өзім білем, хвостохранилищенің маңайында ешбір пашня жоқ категория. Неге екі поле тұрған? Жоқ, мен енді сізге сұрақ жауап беріп отырмын. Мен мысалы керек болса, мысалы ЕГКН деген единый государственный кадастр недвижимости бар, одан да көруге болады. Категория пашни возле хвостохранилищенің маңайында жоқ. Хвостохранилище ол 70 жылдан бері салынған, оның ішінде қауіпсіздік ережелері бойынша
шаруалар істелініп жатыр. Ол ешбір қазіргі кезде зиян ретінде, мысалы Дөңгелек ауылына не Қонысбай ауылына зиян ретінде оның источник какого-то опасения ондай деген жоқ. Оның маңайында мен ешбір, мысалы өзім компанияда 15 жыл жұмыс істеп жатырмын, оның маңайында бір егін салынған емес аға. Мен енді өзім жұмыс істегесін сізге сұрағыңызға білем. Ол жерде барлық, мысалы хвостохранилище маңайын қарасаңыздар, ол жерде пастбище. Жаңа міне осы Ержігіт деген кісі сұрақтар қойды. Мысалы радиация, оның зияндылығы. Вот, Руслан, ответь, у нас же там же получается санды же стоят. Айтшы. У нас по периметру стоят наблюдательные скважины. Білем. Почвы, воды и замеры атмосферного Жоқ. Өз бұрында да мысалы қоғамдық осында общественный. Айынан өтсең, аузыңа дәмі келеді бір какой-то. Жел неткенде бар, ана дәмі келеді аузына. Складқа барады бір нетіп бәрінде. Ол да бір деген жайдан келмейді ол. Дәмі. Жанынан өтесің, малыңды қайырып өтесің жиегінен. Жайып қоршадыңдар ана колючкамен. Ров қылып қазып тастадыңыздар. Ров ол мал жақындамау үшін салынды. Иә, сол малда. Но қалай егін жоқсы? Мен жағында міне сұраным одан 100 метр болмайды, егін себіледі. Оның санитарныйсы зоны 500 метр. 500 метр. Мысалы, бізде хвостохранилище, одан кейін хвостохранилищеден 500 метр, это санитарная зона. 1000 метр, 1 километр. Ол мысалы келесі, мысалы егістік жайылымға, хвостохранилищенің арама қашықтығы 1 километр, ол мысалы ештеңеде, по идее, санитарный зона. Ага. Я. 100 метрде егін мына жақтан барғанда мінекей 100 метрде болмайды. 50 метр егін себіліп жатыр бізде. Мен шөп-шабан себіп жүрмін как-то. Жоқ, ол жерде енді егістік жайылым ондай жоқ қой. Біз мысалы ЕГК-нен қарап отырсақ, ол маңайында оның жайылым жерлері хвостохранилище жақта жоқ. Неге? Нағыз жанында тұрған мінекей, міне тұр. Ол қандай туы? Егін себіп жатқан қандай туы? Оңай жер себеді. Со стороны хвостохранилища? Да. Міне рядом прям. Жанында 100 метр болмайды. Жол ғана беріңіз. Жанында тұр. Көл тұр. Ну, у нас... с этой стороны, да? Міне. У нас получается, ол екі ара қашығында санитарная зона 1 шақырым болу керек. Болмайды, жоқ, 100 метрде болмайды. Енді мысалы, егерде оның дәл мысалы хвостохранилище келіп егін сексен біздің қынамыз келеді. Ол енді сіздерге жауап берейін, ол хвостохранилище 70 жылдардан бері тұр. 70 жылдардан бері. Нет, ол жаңадан басталған емес. Там расширение пошел. Расширение өтті. Біз білеміз ғой. Қолымызда да ғой. Расширение кетті. Хвостохранилище ана жақта болды. Қай 4 гектар? Қай жерде? 800 гектар? Біз 800 гектар жер алған жоқпыз. 700 гектар компания ондай жерлерді алған жоқ. Хвостохранилище ол 70 жылдар бері тұрған. Қалай алды, кім алды? 2 гектар біздің пайызгерді алды. Иә. Ал енді ол кішкентайға жер болды. Мен ойлаймын, акучи болды ғой, сол кезде болатын. Енді қазір да жер, иә, укули болды. Енді мен жақта озды. Болғасын, қазір жер, ол жерде енді біраз 2 километр өсірді. Енді жер аяқ не барса болса, үйге басқа жер болса, аяққа ескелетті. Осында анау анау су кетеді ме? Жер үлгенді күріш шығарым болып, қолға абайға
Osmana geldi. Kesinlikle geçtiğim şirketime kaçıncı turba şekilde halledin. İyi bulay, iyi bulay. İyi bulay ki ağzına ayrıca yapalım. Bu var ya baksana. Әрине. Onu bir sulu bir şey var mı? Bir de bir zavallı kol invalid. Ayakta buraya çıkıp ondan bir olmadan. Ana akla kırmızı yok diye çıkmadı. Bu değil. Bu fotoğrafta mallarla. Bir de kaçama çöp tamam. Var. Bol. Yani yok var sonra. Ondan sonra ekolojiye. Biz nasıl sistemi okuduk sizler? Arenda aldılar. Ya geldi. Arenda aldılar. Sistemi okuduk kadar ekolojik konularda çalıştılar birlikte. Azara verecek sayılan var mı? Dikim halkta kırık azar var. Dikim de yakka adı abayı bir konuşsa gerekir. 10 yıl oldu. Her şey gel. Bir var. Yani yeşil var. Biz yeni koydu. Normal yok. Bir bayanın saygı olsun. Olsun artık bir mi? Hazır. Şuraya geldim. Şuraya geldim. Şuraya geldim. Hadi ben dedim ki kardeşim korktu dersin. Var mı? Қазір енді егер де қажет болса әкеліп беремін. Bir normal kaç adam var? Bir normal var. Мына қазір мынау бұл жерге жоқ, давайте по порядку кішкене мынау информация көп болғасын. Біріншіден жазып отырайын. Каждый сұрақтарыңызды аға кешіріңіз. Просто жоқ сұрақтарыңызды просто кішкене көп сұрақтар болып кетті. Мен просто қазір бірінші сұрақ бұл қазіргі таңда жер жөнді мәселесі, дұрыс па? Именно конкретно омай жер жөнінде айтып жатсыз, иә? Жоқ, ол жер болғанда бала Жоқ, жаңа айтып жатсыздар ғой. экология бар ғой неде. Омай жер жөнінде, да? Онда мен жазам бұл енді омай жер, оның жер мәселесі қандай? Сұрақ. Жоқ, мен экология деп отырмын. Значит, малдарға шөп егер оған там неге етіп керемет ау мажери или басқа просто біздің паевый спокон веков сол жердегі поля там сеется все а там кто сеет мажери там не десет там поля сеется это реально Ну, соны айтып отырмын бұл мажерде уже потом үлесіріс мен просто экологияны жоқ, сіздер өзіңіз айтып жатсыздар ғой енді. Больше гектар Жоқ, давайте енді кішкене былай, кішкене просто сіз информацияны көп айтасыздар, мен просто жазып отырмын. Егер сіз сұрақтарыңызға жауап беру үшін. По порядку. Бірінші сонда енді давайте просто сіздің сұрағыңызға дұрыс енді жауап беру үшін мен сіздің сұрақтарыңызды жазып отырмын. Бірінші сұрақ қандай? 800 гектар жерді алды. 800 гектар. Тоқтаңыз, 800 гектар жер. Жоқ, ана тоқтаңыз, мен 75 жылы Қосақалеке болғанды айттым. Там из болғаны болды. Потом уже взяли 700 гектар землю. Алтындағы Көкшетау компаниясы хвостохранилище жақтан 800 гектар жерді қашан? под хвосты Под хвосты 10 жыл бұрын алды, иә? под хвосты да Соның экологический Сол жерді алған үшін Доңғалағаш ауылына қандай не істеп жатқан? Дұрыс па? Міне, ол бірінші сұрақ. екінші сол Қосақалеке. Так, бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Бұл радиация жөнінде деді. Иә, Қосақалекенің қандай зияны бар, қандай зияны жоқ. Водосбор алына ма? Тоқтар, қазір енді бір мына жерлерді 300, 500, 600, 700 гектарды 2020 жылы алды. 2020 жылы? 2020 Ол жер 24 жылдан бері Селина уақыттан кеткен Доңғалақ үстінде тұрған жер. Селина уақыттан. 2020 жылы. Так, хвостохранилище жер радиационный контроль. Так, енді екінші сұрағыңызға ең алғысы мысалы Еркебұлан деген кісі жауап береді. Радиация жөнінде сұрақ сұрасыңыз. Радиация жөнінде не сұрап Мен тұрсыз? сосын бірінші сұрағыңызға мен жауап беремін. Қандай фон бар, прибормен келіп өлшеп бере аласыздар дейсіз ба? Мынау зияны бар ма, жоқ па? Неге сиырлар там өлбейді? Бізде түсінікті. Васильковка кен ортасында радиациялық қауіпсіздік жұмыстардың бәрін
тәуелсіз мердігер жұмыс атқарады. Ол ұлттық национальный ядерный центрде Курчатовтан келген специалисттер, Қазақ атом эксперт деген. Олар непосредственно өздері істейді, біздің шатағымыз жоқ. Өздерінің лицензиялары бәрі істейді. Олар істеп отырғаны мына осы ауылдықтың жұмысшылары карьерде істейтіндер болса, бәрі біледі. Бәрінде индивидуальный дозиметрический контроль болды дейді. Мынандай дозиметр бар. Оларды әр 90 сайын тексеріледі, 90 сайын протоколдары бәрі бар, керек болса. Ол бүкіл карьердегі адамдардың несі микрозиверт, 1 микрозивертқа да толар толмас. А норма бойынша 5 микрозиверт болу керек. Жылына адам өзіне қауіпті 5 миллизиверт. А мынау карьердегі сегенде 1 миллизивертқа толар толмас несі бар. Если бізде тек қана Алтынтау, Көкшетауда ғана радиационный жұмыстар атқарылады, сіздердің ауылдарыңызға керек болса, мынандай индивидуальный дозиметр дегенді әкеп, бір жерге осы әкімшілікке бір жерге іліп қоюға болады. Әр 90 сайын алып, сіздерге айтып отырамыз қандай фон болатын. Мына тіпті болмағанда еще мына тастардан уран, радий, торий деген және радиоактивті нуклидтарды тексеріледі. Жаңағы подрядный организация соларды іздеп тексеріледі. Бізде уран негізі Алтынтау, Көкшетауда алтынды өндіреді и өңдейді. Бірақ уранды ешқашан бізде өндірмейді, сондықтан ондай адамға нелері жоқ, и шетелді мөлшерлерден асып кеткен жоқ. Гигиенический нормалардан дейді ғой, содан асып кеткен жоқ. Ол совет өкімет кезінде бұрын осы жерден уран іздеген. Оны бәрі біледі. Содан алтынға тірелді, и алтын табады. Уран вообще бізде мынандай жылда дейді 3 миллиметр тастың арасында шығады. Қазіргі таманға біз шыққан тастарды жердің астынан алып шығамыз да, склад за балансыруды деген жерге әкелеміз, үстінен таза тас массалар бар ғой, таза тасымен жауып тастаймыз. Чтоб ері қарай ешқайда шықпайтындай, ұшпайтындай. Жоқ. Жоқ, астын бәрін гидроизоляция бәрі істелінген, проект бар, проект бойынша істеп отырмыз. Мен еще білемін, қалай істеймін. Немені? Қасақаны істеймін. Просто жерді алды, қазып-қазып бітті сол жер құясады, ешқандай. Жоқ, сіздер айтып отырған тастарды бәрін етіп отырған, ол карьерден шығып жатқан тастарды, әр тастарды буровой машиналар тесіп отырады ғой. Оны мен көрдім қалай істеген. Просто экскаватор немен мүлдем қазып бастады. Жоқ, неге қателес. Гидромембрана, оның бәрі салынған. Асты просто глина. Глина 15 метр. Оны қазып қой один, шақырып, шетелдік геология. Оны бәрін тексеріп шықты. Енді анау 15 майда бізде заключение береді. Су вообще өтпейме асты. Соны сендерге берейін. Оны қадалап отырады, Алтынтау, Көкшетаудың мамандары қадалап отырады оның бәрін. Просто біздің компания Клинкор ғой. Бүкіл шетеліне қарайды. Шетелге бар. Соған олар обязательство алған ғой. Ешқандай апаттық болмайды. И содан бүкіл наоборот олар. Ақшаны салып, бүкіл ужесточать етіп. Анау мысалы айтып отырсыз ғой. Тасватыр мені, грунт жаңағы, скала, сол үшін тасватырмыз ғой. Ертең проблема болмау үшін өшірді. Дамбыны көтеріп жатыр ғой, 15 метр ғой. Стандарт бізде қарайымызды әлемдік стандарт. Сол бойынша істеватырмыз. Мынау көктемде қардан кейін су жинал еще. Қардан кейін бүкіл су жиналған су жеті насос тұр. Қоршаған. Жоқ, забордың жанында өзіміз қайтадан су қайтарып аламыз. Сыртқа вообще ештеңе. Ол қайтадан фабрика. Қанша рет эколог сіз дегенде постоянно айтады, ондай фабрика уникальный біз фабрика. Мысалы анау Москва неде алсаңдар тау жерде, ол обязательно су сыртқа шығады, ол болмайды. Олар үшін реагент қосылады, не қосылады, соны шығарады. Бізге наоборот су жетпейді. Су наоборот біз жинап өзімізде. Екі шапқасын дамбы олып жарып берсе, тексерістің. Компания ішінде тексерістер бар. Қазір анау жақында аудиттер келіп қайтадан мемлекеттің бірге.
И жақына не анализ береді устойчивости. Анау көрдіңдер ғой, қыс бойы ана жерде бүкіл техниканы жинап, қазып көрдік анау жердің астында не болады. Мен бір сұрағым бар. Бізге мына мешітке бір столовый салып берсеңіздер. Осы арада сіздер қарайсыздар. Осы үйде бәріне біз естіп жатырмыз. Ол сұрақты біз орнына жатты. Сосын мынау Қатынханым. ауылға бір медик керек. Бураның үстінде кәрі кемпір шалдар бар. Бәрі давление осы отырған. Бізге бір медик нетуге болады ғой. Жақсы. Шығар. Мынау бір ескі көлігінде деп солдап тұрсын айтыр. Азан кейін болса қалады, азан кетесің. Bir екі сағат. Ең кейін бір балам ауырды. Онда затты келді қол салды. Оған бір ескерілмес қара. Мен сұрағыңызға жауап берейін. Мысалы, осы апрель айында биыл Қонысбай ауылының сельский округтың билері, советский, сосын совет ветеранов, активистері бізге хат жазған. Мысалы, біздің Доңғылағаш, Васильковка және Қонысбай ауылдарына спорт площадка салу. Да, қазір жоқ қысқа сұрақтарыңызға жауап берейін. Қазіргі таңда ол жұмыстар қазір бүгінгі күнге дейін олар атқарылып жатыр. Мына жерде көріп жатсыздар, бұл тек қана Доңғылағаш ауылында емес, бұл Васильковка және Қонысбай ауылында қазір жұмыстар оны атқарылып жатыр. Мен енді медик жөнінде сіздерге сұрағыңызға жауап бере алмаймын. Өйткені біз енді мемлекет емеспіз. Бұл сұрағыңызға мысалы Жас Қайрат Қырсыбайшын дұрыс болғаны ол кісі енді сіздің сұрақтарыңызға жауап береді. Өйткені осы Қонысбай ауылының әкімі, өздеріңіз таңдап алған әкімдеріңіз, бірақ енді медик жөнінде мен шын айтқанда сіздің ол сұрақтарыңызға жауап бере алмаймын. Өйткені біз бұл медик деген ол мемлекеттік қызметкер, ол бізге қарамас, оның қатынасы жоқ. Ал егер де мысалы мешіт жөнінде, мысалы мешітте столовый, да? Сіз ана ас беретін жерді айтасыз. Оны былай істейік, сіздер мысалы жоқ, проект емес, сіздер мысалы Қонысбай сельский округ хат жазды ғой, от общественности. Сол ретінде хат жазыңыздар, осылай біздің Доңғылағаш ауылында осындай столовый жөнінде примерно мысалы эскизін жасап, примерно қалай екенін. И сонда уже қарастырылатын болады. Қазіргі таңда енді ең басты жұмыстар енді атқарылып болсын, спорт площадка қасымыздағы тұрған. Оны атқарып біткесін, содан соң уже келесі сұраққа көшуге болады. Спорт площадка неге бекет қақсалады? Бұл енді ол біздің выбор емес. Мен білемін, Қонысбай Доңғылағаш ауылында қанша да? 161 адам, 161 мнений. Біз мысалы алғаш рет осында келгенде, мысалы әкім мырза болды, осы ауыл тұрғындары болды. Ол мысалы жерді өздері таңдап берді. Біз ол жерді таңдап алған жоқпыз. Анау спорт площадканы қойған жерді айтып жатыр да. Біз өзіміз келіп таңдап салып жоқпыз. Мен сосын айтып жатырмын, біз енді барлығын 161 адамды жинаған жоқпыз енді шын айтқанда. Ауылдың адамдары болды, кім болды ауылдың адамдары? Мұнда келгенбіз біз. Мына жерді айтып жатсам, мына жерде. Келіп қарадым, мектептің қасында. Ол кезде жел болды, қар болды, алдын шеті деп кеткен жоқпыз. Мұнда не болды? Ешкім енді анау үйлердің алдында ғой. Сен қарастырады. Мына жерде бұзып кетсе, нетіп кетсе, ешкім оны сосын ертең тағы жөндеу жұмыстары не болады, қиын болады. Сондықтан анау екінші жерді анау башаның қасына қарады. Башаның қасына қарады. Бірақ кішкене тар болды. Тар болды. Содан кейін ар жаққа шықса, ар жаққа қарады. Сосын анау Батырбек тұрған үйдің қасында көбінесе қарасып, балалар сол жерде жиналып, сол жерде ойнайды. Уақыттың қасында 5 шақырым тұрамыз, 6 шақырым. 40 үй, 38 үйіміз, 28 адам жұмыс істейді уақытта. 28 қыздар бар, жігіттер бар, балалар бар, бір үйден қолының семьясымен істейтіндер бар. 7 адам пенсияға шықты осы, уақыттың арқасында. Пенсиямыз жаман емес. 2009 жылы мен шықтым.
одан кейін де шығып жатыр, істеп жатыр. Енді көмек беріп жатсыздар, естіп жатырмыз, қой өткізіп жатсыздар, спорт площадкаларын ескі площадка салып жатсыздар. Жарайды, рахмат оларыңызға. Одан бұрын да көп көмек болды спортқа. Биылдан да бастап школға көмектесесіңдер, мешітке көмір әкеліп беріңіздер. Биылға алған жоқпыз, алмай жердегі біз әкелеміз, бақтар жақта жарайды, енді көрейік. Биыл тәсіз оған дейін бақтан алып жүрдік, кетпеу керек. Ошоға ремонтный ямочный жол керек бар. Бақтан сұраймыз, қазір ертең жіберіп, қазір бір 2 сағаттан кейін жіберіп. Міне қыстығындары жол ашып отыр, мына ақыр жасай аташады, зиратта ертең өлім болмай ақыз. Алып қойған жоқты жасай аташады, бір алаға өтіп керек болды, отыр. Ашып кеттік, жасай аташады, алып шықты. Күні бой болсақ та тәртін уже көкшетауда кірейді отыр, сағат 9-да. Оққыз бота қойып, разабай звондашы, көкшетауда болды. Әмдігімді 8 жарда жол ашып кеттік, міне олардың көбірақпын соғып, 2020 жылға барайын. Оған дейін көмектесіп отырмыз. Доңғырақ ашқан. 2020 жылы қоса хранилище деп қоямыз. Ар жағында Краснояр жақта үлкен зираттар, бейіт деген. Оны көрдік. Қоса хранилищеден 60-70 метр. Әр жағында горный жұмыстар жүріп жатыр екен. Подрядчиктер жерді қазып жатыр. Жол салып жатыр. Ағы зираттың ішіне келіп ортасымен өтті. Содан 4 адам ақсақалдар. Уақ комбинаттың главный инженеріне барды. Қатын қорғанымдар фамилиясын Семейдің жігітімін деді. Қазақ жігіт алып көрсеттік. Рахмат. Бір жұмадың ішінде салып берді. Қоршап барып көрдік. 23 жылды барып көрдім мен. Машарға көміз. Онда тұр үлкен материал. Терінен қоршапты. Биіктігі 2 метр. Ол жерде айтып отырған Бекше деген ата, Нұрмамбет деген ата жатыр. Киелі аталар. Қасымхан Құсайынов деген профессор осы, сол Ақбей жерде Дөңгірақ шөлінде жатыр. Киелі жер, бәқ, қыдырғанып бәқ, барған ауыл болды. Осыны. Ол жатқан еті қабан адамдарды айтқан әлгі Бекше мен Нұрмамбеттің ұртағы осы Дөңгірақ ашты тұр, мұны қоныс пайда тұр. Олардың жерін Шағыликадан бастап Дөңгірақ ашты. Мына жағынан 6 километрден бастап жер, сол жерге ие болған. Ағадыр деген жерінде, фабрика, Шұңқыркөл деген жерінде карьер бар міне. Соған дейін осы сол кісілердің киесі жатыр еді әр уақыттары. Риза болсын, сол жігіттерге ауылға көмектесіп отырды. Экологиясы енді бір бөлек, ол экологиясына радиацияға үйрендік. Мысалы мен 6 жыл жүрдім. 14 жыл жұмыс істедім карьерде. 14 жыл. Қазір мұны 6 жыл. Мен просто кішкене алып қарап жүрмін енді, оған ол оларға разбал уақытында вообще Дөңгірақ көмектесіп тұрдық осы ГОКқа. Онда осы ГОК бізге де көмектесіп. Мұны атқорымшылық площадкалар бар, асфальт нар жағында. Енді 100 метрде 150 метр атқорым площадкалар. Мына КЖБ-лер сонда істеді. Анда ауылда техника жоқ, ГОКқа барамыз ана жерде. Дудерман, Бралиев дегендер болды. Жоқ. Үлкен соларды бір тап кетеді. Өй орындарына еттері бір-екі қайшаны береміз. Көмектесіп отыр. Қыстығын көмектесіп отыр ауылға. Көмектесіп отыр. Бір күні Бралиев көрді. Қасымсатқа бір сайман керек. Ол Қасымсат жүрмейміз ғой қазір. 91-2000 жылдар. Сәләпке жоқ. Өй бір Қасымсат алып кетсінші. Көтеріп алып кетті. Жолда ашылды. Бір соған дейін көмектесіп отыр. Енді айтарым енді. Жер оларға алып жерде 600-700 гектар жер бар. Мысалы бізден сұрамайсыңдар енді жерді. Ала берсін. Мысалы Дөңгірақта ешкім егін сеуіп жатқан жоқ. Ол жер сеуіп жатыр. Қайдан көптеген, басқа көптеген. Онда біздің жұмысымыз жоқ қой мысалы. Жерде. Оның жерді пайдасын бізге пайымызды берсе болды. Жоқ, айтарым сол Дөңгірақ кішкене көмек жасап отырыңыздар. Мұны айтып отыр ауылымыздың көріні. Медик керек деп, енді білмеймін, енді мынау боқ қарап отырама. Енді ауылда медик болды. Ауылда медикіміз болды. 14 жыл менің қызым әкелді келді. Істеді, ауыл бәрі, Көкшетау, Краснояр, городской пропискада кетіп қойды. Қалмағаннан кейін қазір боқта істеп жатыр қызым.
басқа енді жоқ, енді басқа жерден келеді, скорый помощьтар звондасам, ауырып қалған адамдар. Осы қонақ жасап отырыңыздар, айтарым сол. Ал не? Еңбектерін жемсін. Алтын қоры көбейе берсін. Аға, мұнда сұрақ деп келіп, сіздер кешіріңіз. Батамызды берер баққан, рахмет айтамыз. Жамат көрді айтылып, мен сөйлетіп кеп көріп кетсеңіз. Мен әлі не біткен жоқ, енді мына батат беріп жатыр, рахмет айтамыз. Енді ол жұмыс енді рахмет сіздерге сұрап, ақша бес көмісі менің жаным нем жоқ. Мен сұрағым мынандай тағы да. Енді өздеріңіз екі көзден аттан айтайын. Короче, Доғалаш ауылының сельский округ, Костық сельский округтан аренда ауылдар жерде Албаты аренда ғой. Енді барасаңыз, Қызылтан өшеден Келгөтіге 100 километр отсюда. Көкшодан 30 километр, бір 20-60 километр Қызылтан деген ауыл бар. Жылда көктемде жер сонда трактор жүріп, күліп көшет тазалап, бұян үйіп тазалап бересіздер. Ол Қызылтан не білем қандай не бар. Ал біз сельский округтан аренда алып, бізге сонда неге жұмыс істетпейсіздер? Ол тұрдақаныз енді. Қызылтанда зубной врач бар, емдейді. Ал мен мұнда отырып, сен айырып қалдым, жайдан-жай. Мен байқауға, откуда? Жоғалағашқа, понятно. Я сразу жауап берейін. Сол неге ондай сізге жоғалағашқа, Қосбайға, Войсковкаға, соны көмегі қамайсыздар? Біздің есіміз кім болады? Ұзақбай. Ұзақбай, осы Дөңгелақтың жолын шығарған білесіз бе кім екенін? 30 жыл жатқан. Не бар? 30 жылдан анау шаруаның ар жағында 30 жыл жатқан. Жоқ, мен білем, оған рахмат. Жоқ, соны айтып отырайық аға. Просто сіз айтып Мен жаман айтып соны айтып отырайық. Бұл кезде, бұл мысалы Еркен ағамыз айтқан болған, сол кезде осы нені шығарып беріңдер. Өйткені ана жерде саз бойы, анау иісі ауылға келе жатыр деп. Біз былтырдан оны біз шығарғанда, бізде мысалы біз онда сұрақ қойғанбыз, не себепті ол огородқа жасамайды, огородқа сеппейді, ол удобрение ғой былай қарағанда. Сосын енді осы Еркен аға ГОКқа келіп хат жазып, осыны бізге шығарып беріңіздер деп, сонда біз мысалы где-то қанша бір 34 шақман сол жылқының доғын шығарған болатынбыз. Осы Дөңгелағаштың. Енді екінші сұрақ, бұл енді сіздер айтасыздар ғой, осы Дөңгелағашты неге жинамайсыздар деп, ол биыл жасалған жұмыс. Енді жер жөнінде тағы да сіздер айтасыздар, біз Дөңгелағаштан жер алатынбыз деп. Мен мысалы өзім ГОКта бірінші рет жұмыс істеп жатқан жоқпын. Жер жөнінде ГОКтың енді бас сұрақтарына мен жауап беремін. Жер жөнінде. ГОК осы ең қай жерден алған жерлер қазіргі таңда анау не жақта алған, анау ГПП-ны білесіз бе? Анау 6-шы пост. 6-й пост ГПП, не тұр ғой, подстанция. Сол жерден жоқ, білесіз. Сол жерден ол даже Дөңгелақтың жері емес. Ол Дөңгелақтың жері. Это земли запаса Зеленинского района. Сол жерден ғана 40 гектар жер алынған. Қазір сол жерде подстанция тұр. Жаңа сіздер айтып отырсыздар, міне 2020 жылы ГОК 800 гектар жер алды деген. Бұл жоқ, мен сұрағыңызға жоқ. Енді бұл сұрақ қойылды. Мен бұл сұраққа жауап беруге міндеттімін. ГОК 800 гектар жерді 20 жылы, не 2010 жылы, не 2000 жылдары бұндай жер алған емес. 800 гектар. Оны мен сіздерге керек болса құжаттарымды көрсете аламын. Бірақ біз 800 гектар бұндай жерді алған емеспіз. Біз 40 гектар, анау подстанция тұр ғой, 6-шы постта, сол жерден ғана жерді алғанбыз. Бұл жаңадан алынған жер. Бүкіл жерлер, қалған жерлер. Бұл 1980-70 жылдан бері тек қана ұзарту мәселесі болып жатыр. Продление только. Дополнительный участок в виде 40 гектаров было получено только по подстанцию здесь со стороны 6-го поста. Это вот сіздер айтыватсыздар, жаңа жерлерімізді алып жатырмыз деп. Бұл енді жерлер бұл 80-70 жылдардан бері хвостохранилищеден, бұл жерлер сол кезде еще Совет үкіметі кезінде берілген жерлер. Бірақ бұл Дөңгелағаш 2000 жылдары, 2020 жылдары бұндай 800 гектар бұл алған емес. Ол дағаш алған жоқ, ол кезде Нұрсилина болды, Атаманның как-то не болды. Жоқ енді аға, бұл еще ол кезде енді Совет үкіметінен бері істеп жатқан комбинат. Мысалы қызырға айтайын, мысалы ол жер, бізде мысалы горный отвод деген, білесіз бе? Горный отвод. Есть земельный отвод, есть горный отвод.
мынау біз өзіміздің горнотвод мемлекет контракт лицензиясы бойынша берілген жерден горнотводтан біз шығып жатқан жоқпыз қазіргі таңда. Әлі шығып жатқан жоқпыз біз горнотводтан. Бірақ енді халық арасында осындай сұрақтар болғасын кішкене ондай жерлер енді көп алған жоқ аға. Ондай жерлер алған жоқ. Дөңгелағаштан не Қонысбай суы, не басқа жерден ондай жаңадан жер алынған емес. Это все существующее, только идет вот продление, процесс продления. Ну, хвостохранилище сколько стоит, вот сколько стоит, она еще, Дальше было. это еще дальше при советах было еще. При советах было. Они говорят, еще самолетным посадку года, еще поле как было. Не, ну, поле, я не знаю насчет самолетов. Доға мен просто шын айтамын, біз 800 гектар 2020 жылдары алған емес. 2020 құрметті бауырлар, ауылдастар, аталар. Мен бүгін Алпыстау біздің ауылға келіп, осындай халықпен кездесіп сұхбаттасып жатыр. Осы экология жөнінде уже бір 4-5 рет келді. Каждый год келіп, экология постоянно осы последние 3 года это стабильно келді. Оның алдында ондай вопрос болған емес. Екінші жаңа өз апай айтып отыр ма? Хвосты дейді, хвосты. Бұл хвосты просто хранилище. До 2009 года здесь не было. Здесь было поля. 349, 200, это будет 179, 336 и держан, да, где-то жертвам полевом, бля, ағамыз егінекте, не были но с 2010 года уже начали осваивать котлованы полностью. Котлованы қаздыры, и с тех пор образовалась хвосты. Сейчас она действует, все как положено. Вот бір. Енді вопрос еще такой. Жаңа алдында ең бірінші айтып кетті, что планы до 2039 салды. Да, онда планда айтып тұрмын. Мы будем расширять, углублять, давать. Ладно, хорошо. Перспектива. Он если расширять яйцо, он уже будет там оттуда масса, какая бы, его куда вложить? Куда, на хвосты, на угловые, куда? Может, есть, нету. Там какая-то жесть. По наращиванию, да. Хвосты, хвосты, көп сайты. Мынау қазір уже мынау еще полный, там там много, Немного есть. Асфальт. Когда вот жара, так она шляпа высыхает. Когда ветра, она дует. Пульпа летит. Вредно рыть. Ну, это вредно, не вредно. Если не вредно, почему не вредно? Когда оно боктан, выход идет, там несколько ядовитых компонентов идет, там есть цианид, кислота, купорости, но скажите, что она все чисто, мы рады чисто. Но в основном бряж бұрын имело место біздің ауылда, именно біздің ауылда болезнь лейкемия деген болған. Нет, пештан осында келіп, 2 күнге жүрді, обследование істеді, все, дворы, семьи, все. Ондай случай болды. Мына жерде тисцин, гибли, олда болды. Там рыбы есть, но там мутанты. Рыбы. Там есть. Енді соның бәрін көріп, если все чисто, это отлично. Это отлично. Сосын, если в перспективе вот, до 2040 года разработка как карьера была, но последствия потом артынан осылай не артынан қалама или его как будет после этого? Разработка было, там 10-20 лет вперед. Потом енді ол бір күні бітеді ғой, тоқтай. Осының бәрі осылай қала ма, или бәрін дұрыстап кете ма?
перспективе. Специальный план бар ғой. И сосын бір вопрос. Вот наш постыда үстінде купол. Болу керек па предусмотрено или ответ не будет, да, такого? Болды. Сұрағым. Осы. Ал енді мына қорытындылауымызға бола ма? Ал енді қазір бір сөз. Жылда Ағамыздың сұрағы бойынша біз карьерді қазір солтүстік және шығыс жағын ашатын боламыз, және тереңдететін болатынбыз. Содан шыққан бос тау жыныстарды вспышный породан біз мына жерде жаңадан отвал жасаймыз. Северный отвал, солтүстік отвал. Бізде шығыс және батыс отвал бар, олар действующий. Және де біз мына жерге жаңадан үлкен отвал жасаймыз. Неше жер бар ма? Жерде 100 миллионға таман вспышка салатын боламыз. Жоқ, площадь қандай? Площадь қандай? Жер алатын боламыз, жер енді ГОК өз айналысатын болады. Бұл негізі мына жерде жоба бойынша северный отвал болады. Ол кімнің жер екенін мен толық білмеймін, оны енді ол сұрағыңызға сосын кейін жауап береміз. Горный отводтың контурының ішіндегі жер. Ал жаңағы жұмыс біткеннен кейінгі қандай жұмыстар атқарылады деген біз осы жобаның аясында жоспар бар, арнайы план ликвидация жасаймыз. Ақшасын санаймыз. Қанша ақша кетеді осының барлығын орнына қалпына келтіруге. Мына отвалдардың барлығын, откостарын бәрін тегістейміз, үстіне шөп егетін болады. Оның барлығы жоспарда бар. Оның ақшасы қанша гектар, қандай шөп егіледі, қандай мақсатта егіледі барлығы. Хвостохранилищенің отдельный өзінің жобасы бар. Оның беті жабылады 1 метрлік жаңағы слоймен. Оның беті трамбовка жасалады, үстіне шөп егіледі. Оның барлығы 39 жылдан кейін жұмыс бітуге 3 жыл қалған кезде жоба жасалады. Проект ликвидация. Сосын арнайы мекеме келіп жобаны жасайды. Почему не помогает ГОК? Корову умерли, воду попили, как с этого. Навоз. Почему не вывозите? Ну это уже говорили про это, что пишите письма, мы что не помогали, уже в прошлом году помогли. Вывозили. В принципе, каждый одно и то же. Медиктің бәрі бұнда мұғалім мыналар бәрі неге район қалаға тіркелген. Мен де тіркелгем район қалаға. Содан енді ақырында мына ауылдағы медикті шыға алмай қалды. Осы мердері қайтара жерендіге бердім қағазын. Ал енді сол енді мынау мұғалімдерді бәрі неге тіркемейді әкім осы неге? Медикті жерендіге. Бюджетті сонда бюджет болады ақша. Енді сақтырсақ адам кім жұмыс істейді? Енді сендерде ақша көп, не жолы бір медиктің орталарына шығармайсыз келмейді. Менімен жас бәрі қайтты осы жаман ауылдан. Әйтеуір мен жүрмін қан қаптап. Осы ГОК-тың зиянынан кетті бәрі. Бір адам қалғанды. Енді бір медикті не тұғы болады, одан басқа ештеңе сұрамаймыз. Ауылдың бәрін маңайды тазалап, солай көмек жасасаңдар, бізге сол
Tamақ сұрап отырғанбыз, берсеңіз жетеді өзіміз. Адам балама, құрайық. Ал енді Медик туралы жаңа айтты ғой. Біз мемлекет емеспіз, біз акимат емеспіз. иә. Жоқ, акимат болмасын. Олар они этот аға бізді Отырмыз, өздерің айтып отырсыңдар. Ну, медикті біз Көк қайда тұтының үстінде, көк тұтын кескені бір байқамай сіздер. Ел болғанда, көк тұтын. Ол енді бір медикті шығаруға болады ма ақша? Ақша кетеді ғой. Осы біздің ақымызды жеріміздің. 14 жыл басқа сөз айтып жатқан жоқ. Жоғалды айтып жатқан жоқ. Ауылдың жоғын тазалап, маған тазалап кетсеңдер. жақсы аға, онда біз жаңа айтып кеткендей, мысалы ауылдарында совет үй бар ғой, үй өкілдері. Солармен арқылы просто мысалы біздің өзіміздің бастықтарымыз бар ғой. Олар просто көбінше біздің мысалы хат ретінде жазыңыздар. Бас директорға, бас директорға. Жоқ, неге? Жас қайрат бар ғой, жас қайрат бар ғой. Ол кісі арқылы можно хат жазып. Бір қамат беріп, бір үскіндеп күліп маңайдан бір қамат. Жоқ, аға, біз оны тазалағанда бізде 34 рейс жасағанбыз. КамАЗды тазалау үшін. Иә, оны 34 рейс жасағанбыз. Биыл. Қазір енді мен түсінемін, ауылдың енді мәселе жағын. Енді биыл жасағанбыз. Қазіргі таңда мыналарды бітіріп алайық. Істеген. Давайте кішкене ақырындау бір-біріне сөйлейік. Өйткені видеозапись жүргізіп жатыр. Ертең мысалы видеозапись қарағанда ешкім ештеңе түсінбейді. Өйткені кішкене шоқ кетті. Маман сөз айтып отқан жоқ. Жоқ, сізге айтып отқан жоқ, артынағы. Естілмейді ау кісілер. Сөйлесіп отыр ғой. Жағдайымызды Медик бойынша келесі осы аптада Зеренді аудандық ауруханаға жаңадан басшы тағайындалған деп жатыр. Содан кейін қайтадан сол кісіге осы мәселені соның алдында көтереміз. Медик бойынша. Өйткені бізде Доңғашта ғана емес, Васильковкада, Гранитада медик негізі келіп, кетіп жүреді. И алдында мына 0,5 ставка болды ғой. Сондықтан жалақысы аз болғаннан кейін кісі жоқ, иә, солай ғой. анау өтетіндіктер бар. Соны зерендігі тіркеу керек, өтетіні мұғалімдер. Бәлем мұғалім бар, ақша алған. Оларды зерендігі Ол кісілердің өз несі ғой, құқығы ғой. Қай жерге тіркеледі. енді осы Красный айлар тіркеле ме, қалаға тіркеле зерендіге ме? қарап отыр. Зерендінің атына қарап отыр. Сізге қарап отыр. Мен алдында қалаға тасыдым. Содан кейін анау балаға қыстық алмағасын. Тағы мынау жоба бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоба бойынша. Жоқ, енді именно осы жоба бойынша. Осы елдің азаматы болам. Мына енді экология жөнінде, оқтың ішіндегі жөндеу жұмыстары бойынша айттыңыздар. Оны түсінетін адамға бәрі түсінікті, түсініп отырмыз. Енді мен сұрайын дегенім, сіздер бүкіл міне Доңғаш ауылының халқын жинадыңыздар. Қандай мақсатпен міне жинап отырсыздар? Жер жөнінде ме? Әлде жер біздің жергілікті акимат не болмаса аудан әкімдер шеше ме? Бізден міне не бола ма, болмай ма? Жаңадан бастап осы собрание болғаннан айттық қой. Бұл общественность үшін экологический проект. Бұл енді мысалы бізде экологиялық қандай жұмыстар компанияда жүріп жатқанын біз мысалы халық арасында насихаттап айту бізге міндет. Сол себепті бұл ең басты осы жиналған себебіміз сол. Бұл жерде мысалы жер мәселесі жөнінде жаңа айтқандай, бұл мәселе жөнінде біз арнайы біз шақырып отырған жоқпыз. Бұл конкретно экологическая норма бойынша компанияда қандай экологиялық жұмыстар жасап жатыр, қандай перспективасы бар бұл компанияда, сол жөнінде бізге хабар беру. Түсіндіру, таныстыру, айту. Жоқ, бұл бірінші рет жасап жатқан мәселе емес. Бұл жоқ, болды аға. Мен өзім осы Доңғарағашқа уже 6-шы рет болды. 6-шы рет. Просто мүмкін сіз болған жоқсыз. Енді басқа кісілер 6-шы рет болды.
иә шамалы адамдар болған, просто қазір уже бүкіл ауыл жиналды. Ол негізі жақсы ғой, осылай жиналған. Енді аға, енді кешіріңіз, давайте енді жоба бойынша мен енді білемін. Анау жөнінде, мынау жөнінде, жер жөнінде сұрақтар қойып жатсыздар, енді ол жақсы, енді бірақ бүгінгі күні бізде мысалы жоба бойынша бұл экология. Сол жөнінде сұрақтарыңыз бар болса, сұрақтарыңызға жауап беруге жауап береміз. Егер де басқа сұрақтарыңыз бойынша, мен мысалы өзім мұнда қалам, сұрақтарыңыз болса айтуыңызға болады, бірақ енді осы экология бойынша қазір мысалы регламентіміз бар. Егер де экология жөнінде сұрақтарыңыз болмаса, осыны жабайық. Егер де басқа сұрақтар бойынша, мен қалып, осында сұрақтарыңызды барлықтарыңызға жазып, и басшылықтарға жіберейін. Келісесіздер ме? Ал енді Раушан, енді өзіңіз қорытындыда рахмет. Тыңдаулар өткізілді. Зум зависает. На зуме надо спросить. Зумда сұрақтар бар ма, жоқ па? Мынау жерде зум арқылы өткізу нетіп отыр ғой. Департамент экологии бәрі осында, онлайн. Тыңдап отырды бәрі. Recording in progress. Подскажите, пожалуйста, в зуме есть вопросы? Онлайн? Нас слышно? Участники зума, есть вопросы? Ну, спросите. Қазір, если проект бойынша... только мынау проект бойынша. Давай. Проект бойынша бар ма? Проект бойынша экология. Айтты ма? Вот ұсыныс. Про лесополосу говорят, что если Я понял. Recording in progress. Сұрақтарыңыз болмаса, онда Сұрақтарыңыз болмаса, барлықтарыңызға рахмет. Тыңдаулар өткізілді деп саналады. Қазір енді